100 жыл өмір сүруге болады. Сіздің ұзақ өмір сүруіңіздің басты факторы тұқым қуалаушылыққа байланысты емес, өмір сүру салтыңызға байланысты. Осындай тұжырымға британдық ғалымдар келді. Олар 12 мың жанұя арасында зерттеу өткізіп, салауатты өмір сүру салтын ұстанған адамдардың инсульт ауруының қаупін 50%-ға сейілтетінін дәлелдеді. Ол үшін күнделікті дене шынықтырумен кем дегенде жарты сағат айналысу керек. Сонымен қатар 5 рет жеңіл тамақтанып, ішінде әлбетте көкөніс пен жеміс болуы шарт. Шылым шекпей, арақ-шарапты ішпеген жөн. Бұны әрине көпшілік біледі. Сіздің ата-бабаларыңыз ұзақ өмір сүрген болса, ол сіздің де ұзақ өмір кешуіңізге әсер етеді. Егер де сіз саналы түрде салауатты өмір сүрсеңіз. Ал егер сіздің ата-бабаларыңыз өмірі ұзақ болмаған жағдайда да сізде 100 жасауыңызға әбден болады. Ол үшін ғалымдар мына 10 қағиданы нық ұстауға кеңес береді. Бірінші қағида: зейнетке шықпай еңбек ете беріңіз. Зейнетке шығып бірден жұмыс істеуді тоқтатқан адамдардың бірден семіріп кетіп, түрлі созылмалы ауруларға шалдығатыны белгілі болды. Зейнетке шыққанның өзінде үйде отырып қалмай, бау-бақшада еңбек етуді дағдыға айналдырыңыз. Екінші қағида: ауызды күнделікті тазалап тұрыңыз. Олай болмаса ауыздағы ауру туғызатын бактериялар қан айналымына түсіп, түрлі артерияда қабынуларды туғызуы мүмкін. Бұл өз кезегінде жүрек ауруларының туындауына жол ашады. Үшінші қағида: күнделікті қимылда болыңыз. Сіздің жастығыңыздың қайнар көзі денеге салмақ түсіру дейді ғалым Джей Альчанский. Сіздің автомобиліңізге жанармай мен мотор майы қалай қажет болса, адам организміне де дене қимылы сондай қажет. Дене шынықтырудың арқасында адамның көңіл күйі көтеріліп, сананың ойлау қабілеті артып, бұлшық еттер мен сүйектер нығаяды. Қан айналымы жақсарып, денсаулыққа өте пайдалы әсер етеді. Тез жүру мен баяу жүрудің шексіз пайдасын сезінген адамдар қазір миллиондап саналады. Төртінші қағида: таңертеңгі асқа талшыққа бай көкөністер мен тұтас дәнді тағамдарды пайдаланыңыз. Бұл адам қанындағы қант құрамын бір күн бойы қалыпты деңгейде тұруын қамтамасыз етеді. Бесінші қағида: кем дегенде күніне 6 сағат ұйықтау керек. Адам организмінің қалыпты жұмыс істеуіне ұйқының берер әсері мол. Алтыншы қағида: қара нан, түрлі түсті жеміс-жидектерді көбірек жеңіз. Жетінші қағида: ашуланбауға тырысыңыз. Жаңа зерттеулер нәтижесінде ұзақ өмір сүрген адамдардың проблемаларды өзінің жүрегіне жақын қабылдамайтыны байқалды. Олар басына түскен ауыртпашылықтан пайда болған стрессті йога жаттығулары, дене шынықтыру, медитация, терең демалу арқылы жеңіп отырған. Ал енді стрессті ішкілік ішу арқылы жоямын деген өте теріс пиғыл. 8-ші қағида: өзіңді аспанның 7-ші қабатына шыққандай тамаша сезін. Әр кез көңіліңіз көтеріңкі жүрсін. Онша-мұнша келеңсіздікке көңіл бөлмеңіз. Өз жанұяңызға және қоғамға аса назар аударыңыз. Зиянды әдеттерден өзіңізді аулақ ұстаңыз. Сіздің көңіл күйіңіздің өзіңізге жақын адамдарыңызға ғана әсер ететінін ұмытпаңыз. 9-ші қағида: күн тәртібін қатаң ұстаңыз. Бір уақытта оянып, бір уақытта ұйықтаңыз. Тамақты да бір кезде ішуге дағдыланыңыз. Дене қимылын жасауды да қатаң күн тәртібіне ендіріңіз. Сонда сіздің организміңіздің қартаюы тежеледі. Соңғы қағида: байланыста болыңыз. Өз достарыңызбен, ағайын туыстарыңызбен әркез байланыста болу депрессияға ұшырамаудың жолы. Байланысты үзбеген адамның ұзақ өмір кешуге мүмкіндігі мол. Қарт адамдар бір-бірімен тығыз байланыста болып, түрлі дене шынықтыру клубтарында, яғни бас қосуы олардың өмірінің ұзаруына керемет септігін тигізеді.